Төсек тойы. Қыз өз үйінің оң жағынан екінші біреудікіне келін болып түскеннен кейін келген жері келіннен алдымен ұрпақ бала күтеді. Бұл қазақта бір жылдың ішінде орындалуына мөлшерленетін арман. Осы уақыттың алғашқы 3-4 айында әйелдер арасында еркектер жағы көп ести бермейтін сыбыстар басталады. Пәленшенің келіні төсегімен бірдеме көтеретін түрі бар ма деп ауылдағыларды қойып алыстағылар дәмететін бұл арманды. Ал ене бұрынғы келіндерінен келінің абысындары жас келіншектің өзінен бойыңа енді бірдеме біткен шығар деп сұрай бастайды. Бөгделер келін жүкті бола бастаса денесі толып, мұрны ноқта түсетін шығар деп сырттай бақылайды. Қазақ үшін келіннің төсегімен бала көтермеу онша жақсы емес. Өйткені қазақ халқы өте балажанды екені белгілі. Ұл туған күн, қыз туған ай туады. Ұл туған күн, қыз туғанға ай туады деп қызын ұзатқан жаққа да, ұлын үйлендірген жаққа да некеден кейінгі ең керек бақыт бала. Сондықтан да қазақ халқы қызының некесі оқылғаннан кейін қызының төсек орнын күйеу алғаш жататын күні екі жастың пәк төсегін жақындарының ішіндегі ең көтергенді көп балалы келінге ырымдап салғызады. Қыздың шешесі дайындалған төсекке келіп аршаның түтінімен ырымдайды. Алла тағала құлшылығын айтып екі баласын пәле-желеден аулақ болуын, қосақтармен бірге қартайып, бұл төсекке екеуінен өзге жат жаланың жоламауын жаратқаннан тілейді. Сол екі шарт біткеннен соң екеуінің той төсегінде бірге жатуға төсек салған жеңге рұқсат етеді. Бұл тәртіп келін ұзатылып барғаннан кейінгі күйеу баланың дәл осындай көргенді көп балалы жеңгесі арқылы және қайталанады. Ондағы ене де құдағиының құлшылығын қайталайды. Қазақтың тәртібінде жоғарыдағы шарттар орындалмайынша қалыңдыққа күйеу баланың жоламауы мүмкін емес. Ал егер бұл шарт сақталмаса, көргенсіздік орын алыпты дейді. Қазақта көргенсіз дегенді естігеннен өле қалған әлде қайда жеңіл. Осылайша Құдай қосқан қосағына қосылған зайыбы төсегімен жүкті болуы мүмкін. Міне осыдан кейін жас келін бойына біткен баланы астыртын етене бір абысына айтады. Ол енесіне жеткізеді. Денесі толып, өңі нұрланып, беті кірлеп жүргеннен көрген бөгделерде үлкен үйдегі енеге бұл жақсылықты қуаныш ретінде айтып, ол кісінің болашақ қуаныш үшін бірнеше әйелдердің басын құрап, кішігірім той өткізуін, кәде жасауын қол қалайды. Бұл қуанышты асыға күтіп жүрген ене жар салмаса да сыйлас кісілердің басын қосып, еркектер араласпайтын төсек тойы делінетін отырыс жасап береді. Бұл дәстүр бір жағынан жақын ара немерелі болатын қуанышы болса, енді бір жағынан болашақ немеренің өз ұлынан екендігіне деген сенім. Бұл жақсылық хабар айта барған әйелге келіннің төркіндегі шешесі кәдімгідей сүйінші береді. Екі құдағи арасы осыдан соң тіпті жақындай түседі. Қатын алма қайын ал деген осы деп күйеу бала да қайын жұртын сыйлай түседі.